Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздермен жеті нанның, яғни жеті шелпектің рецебімен бөлісемін. Видеоны толық қараңыздар. Ең алдымен кесеге жылы су құйып, 2 шай қасық толмаған ашытқыны салып, және 1 шай қасық қант қосып, араластырамыз да апа арасын жасап, бетін жауып, жылы жерге 5-10 минут қоя тұрамыз. Апа арамыз дайын болайын деген кезде ыдысымызға 1 жұмыртқа мен 3 ас қасық қаймақты салып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамыз толық араласып болғаннан кейін үстіне 1 стакан жылы сүт және де жарты стакандай жылы су құйып, тағы да араластырамыз. Және де осы қоспамызға жаңағы ашып тұрған ашытқымызды бір араластырып жіберіп, үстіне құямыз да толығымен араластырып, 1 шай қасық қант және 1 шай қасық тұз қосамыз да араластырамыз. Ең соңында 3 ас қасық сұйық майымызды құямыз, яғни күнбағыс майын. Одан кейін ұнымызды себелеп отырып, біртіндеп араластырып, өте жұмсақ қамыр жасаймыз. Қамырдың жұмсақ болғанына қарай сіздің шелпегіңіз де өте жұмсақ болып піседі. Жақсылап араластырып отырып, осылай илейміз. Дайын болған қамырымыздың бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 20-30 минутқа қоямыз. Біздің қамырымыз осылай көтеріліп дайын болды, яғни ашыды. Енді осы қамырымызды қолымызды сұйық майға сала отырып, біртіндеп күлшелеп аламыз. Сұйық майға салған себебіміз қамырымыз өте жұмсақ және қолға жабыспақ болып тұр, сондықтан сұйық маймен істеген өте ыңғайлы. Біртіндеп осылай күлше шығарып аламыз және күлше жасағаннан кейін бетін 2-3 минутқа жауып тындыра тұрамыз, демалтамыз, яғни қамырды. Содан кейін табамызға май құямыз да майымызды жақсылап қыздырамыз және жаңағы күлшелеген нандарымызды шетінен жайып отырып, бірден майға салып қуырып аламыз. Алдын ала жайып қоюға болмайды, себебі біздің нанымыз өте жұмсақ. Бір жайылғаннан кейін алу қиын болып кетеді. Сол үшін шетінен жайып отырып, табамызға салып пісіріп аламыз. Қызарып, бет әдемі болғанша пісіреміз. Осылайша шелпектерімізді пісіріп аламыз. Артылған кішкене күлшеден мен бауырсақ пісіре салдым. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Каналыма жазылып, видеоларымды өткізіп алмай қарап жүріңіз. Лайк басыңыз, достарыңызға таратыңыз. Сіздермен болған Гүлназ ас болсын. Менің келесі видеоларымды өткізіп алмау үшін қоңырау белгісіне басыңыз және жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.